Бүгін көретіндеріңіз, қаңтар қырғыны Бауыржан Байбекті президент жасау үшін арнайы ұйымдастырылған. Себебі Байбек Назарбаевтың некесіз ұлы деген бейресми ақпарат пайда болды. Ол мен үшін үлкен бақыт. Мен оны жалпы үлкен жауапкершілік ретінде қабылдаймын. Мәсімов және оның орынбасарлары сотталды. Ал Самат Әбіш неге бостандықта жүр, Елден қашқан генерал Күдебаев қайтып келіп, бір күннің ішінде 10 жылға сотталып кетті. Не деген асығыстық, қызық, Айттым, рахмет. Осы және басқа да жаңалықтарды дәл қазір сараптайтын боламыз. Кеттік онда. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Назарда Қазақпыз ғой жобасы және Жан Ахмадиев. Қасиетті қазағым менің. Бүгінгі санды бастамас бұрын арнаға жазылып қойыңыздаршы. Және қасындағы қоңырауды да басып қойыңыздар. Лүпілдетіп, пікірлетіп тастасаңыздар керемет болар еді. Алдын ала рахмет. Қазаққа ұмытылмас қайғы сыйлап, кеудесін қақ жарып қансыратқан қаралы қаңтардың құпиялары әлі де ашылмады. Бір қызық айтайын. Сонау 2019 жылы Тоқаевтың орнына Бауыржан Байбек президент болу керек еді. Алайда сол кездері Байбектің рейтингісі түсіп кеткен болатын. Ол Қуғынбай атасы ақшадан өлгендей, әкім болып тұрған шағында Алматының символына айналған троллейбустардың көзін құртты. Аялдамаларды жолдың ортасына көшіріп, кептелісті көбейтті. Міне бұл арамзатты осы әрекеттері үшін алматылықтар әлі күнге дейін жек көреді. Белгілі кландардың бизнесін тартып алғаны да бар. Мұны көрген Назарбаев Бауыржанды ақырын ғана білдіртпей Нұр Отанға ауыстырып жіберді де Тоқаевты президент жасады. Назарбаевтың жоспары бойынша Тоқаевтың мерзімі аяқталған соң Байбек президент болу керек еді. Сөз жоқ, бас кезінде Қасым-Жомарт мырза Нұрсұлтанның нұрына бөленіп, айтқанынан шықпайтын. Тіпті Назарбайға жалпақтаймын деп Астананың атауын ауыстырғаны бар емес пе? Наша столица должна носить и имя нашего президента и называться Нур-Султан. Такое предложение уже высказывалось парламентариями, депутатами парламента в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости Республики Казахстан. Далее предлагаю воздвигнуть монумент в честь первого президента Республики Казахстан в столице нашего государства. Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева. Думаю, все согласятся, что Елбасы достоин награждения высшими званиями нашего государства. Халық қаһарманы, еңбек ері. Ой, бәлі, шығатын жағы аяқпын. Бірақ кейіннен Тоқаев тәпішкесінен секіріп, Қытайдағы кеңесшілерінің көмегімен билікті ақырындап өз қолына ала бастады. Мұны байқаған Назарбаев оң қолы Мәсімов пен бауырларының көмегімен қаңтар қырғынын ұйымдастырады. Бұл төңкерістің басты мақсаты Тоқаевты орнынан алып тастап, Бауыржан Байбекті президент жасау болатын. Неге Бауыржан Байбек деп ойлап отырған шығарсыздар? Айтайын, қазіргі таңда осы Бауыржан Назарбаевтың некесіз ұлы деген бейресми ақпарат тарап жатыр. Шынында да қарап отырсақ, Назарбаев жай ғана бір кластасының ұлын білде бір қаланың әкімі етіп қоя салмайды ғой. Және жүріс-тұрысына қараңыздар, ұқсастықтары бірден байқалып тұр. Оған қоса Байбекке әлі күнге дейін қылмыстық іс қозғалған жоқ. Неге? Бұл пенденің қазаққа жасаған қиянаты мен қылмыстары көп. Атап айтар болсам, Алматының жерлерін олигархтарға пачкісімен үлестірді. Жерге байланысты махинациялар бойынша Байбек Храпуновтан кейін екінші орында тұр. 2015-2019 жылдары ол Алматының әкімі болып тұрған шағында көптеген
былық жасап үлгерді. Байбек 2 жарлық шығарған. Оның нәтижесінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жерлері Оберекс және Атлант Девелмолт фирмаларына өтті. Ал осы фирмалардың негізін қалаушысы кім деп ойлайсыздар? Әрине Бауыржан Байбектің әпкесі Динара Құлыбаева. Одан бөлек Медеу және Бостандық аудандарында 116 гектардан астам табиғи зоналар мен демалыс орындарын, коттедждер мен көп қабатты үйлер салу үшін сатып жіберді. Міне Бауыржанға қылмыстық іс қозғау үшін осының өзі-ақ жетеді. Бірақ ол емін еркін айдаладағы біреуге ескерткіш орнатып, талтаңдап жүр. Чорт. Қарада тұрыңыздар. Тоқаевтан кейін Бауыржан Байбек президент болып кетуі әбден мүмкін. Неге дейсіздер ме? Тоқаев қартайды, ал Бауыржан жап-жас жарқырап тұр. Кеше ғана 18-ге толған Назарбаевтың некесіз ұлы Тауман Өскенше креслоны сақтап отыруға қай жағынан алсақ та осы Байбек қолайлы адам. Қазір менің айтып тұрғаным ертегі сияқты естілетін шығар, бірақ онсыз да біз жаңа Қазақстан деген ертегі әлемінде өмір сүріп жатқан жоқпыз ба? Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бауыржан Байбекті біздің қу билік неге сонша қорғайды? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Жоқ, шын ғой, ескі Қазақстанның етегі ашылып әлек, жаңа Қазақстан оны жасырып әлек. Өздеріңіз білесіздер, Кәрім Мәсімовті қаңтар қырғынының басты ұйымдастырушысы деп 18 жылға қамап тастады. Осы үкімнің кесірінен қаңтарға байланысты біраз сұрақ жауапсыз қалайын деп тұр. Және Кәрімді бетін ашпаған келім сияқты жасырып, оның сотын құпия өткізу арқылы қаңтардың қазанын жаба салмақшы ғой бұлар. Кәрімнің зынданнан тірі шықпайтыны айдан анық. Десе де біздің сүйікті депутаттар Мәсімовтің жазасы туралы не ойлайды екен? Көрейік. Менің ойымша өте қомақты жаза деп ойлаймын. 18 жыл деген ол 18 жыл емес, 1,5 жыл емес, 2 жыл емес, 18 жыл деген өте баланың туып 18-ге кәмелетке толатын жасы ғой. Оны сондықтан мен бұл әділетті сол үкім деп ойлаймын. Приговор комментировать это не совсем мое. Но я считаю, что в случае с Каримом Насимовым, председателем КНБ, святая святых безопасности страны, 18 лет мало. Я считаю, что, конечно, пожизненное лишение свободы – это тот срок, на которому должен был быть приговорен экс-председатель КНБ. Кәрімге кешірім жоқ. Оны мен айтпасам да білесіздер. Маған қызығы, Мәсімовтен бастап оның орынбасарлары түрмеге жабылды. Ал Кәрімнің басты сыбайласы Самат Әбіш еркелеп, емін еркін бостандықта жүре ме? Ол бұлай тұрсын, ал Нұрсұлтан ше. Қысқасы Тоқаев барлық кінәні Мәсімовке жауып, Қанішер Назарбаев пен оның інілерін аман алып қалмақшы. Бұл айдан анық. Мұны мен тұрмақ мәжіліс депутаты Ермұрат Бапидің өзі айтып отыр. Бұл жаңағы қаңтардың бәрі кінәратын Кәрім Мәсімов пен жаңағы оның 3 орынбасарын аударып, бұл жерде Самат Әбішті құтқарып қалды. Ол да тікелей бірінші орынбасар. Оперативті қызметтің бәрі сол жүргізу керек болды. Соны құтқарып қалды. Сондықтан бұл жерде Кәрім Мәсімов орысшалап айтқанда жаңағы капел отпущение дейді ғой, жаңағы орысша қазақшасы қалай сондай құрбан болып бара жатқан жігіт деп ойлаймын. Қанды қаңтардың тағы бір көз айымы Серік Күдебаев елден қашамын деп, Түркиядан асамын деп асығып еді, үлгермей қалды. Бірақ оның баласы әкем өзі қайтып келді деп мәлімдеме жасап әлек. Отец позвонил моему младшему сыну и сказал, что он всех любит и возвращается на свою родину. И оттуда его забирают. Может, была какая-то угроза? Может, угрожать этому мекену? Он неге неліктен аяқ астынан? Потому что оставалась семья здесь. Вы все здесь дома были? Да, здесь мы никуда не уезжали. Нас постоянно где-то нас преследуют и проверяют. Ну, то есть, угрожали вам? Ну, не угрожали, но проверки шли, допросы вот эти. Маған Күдебаевтың қалай келгені маңызды емес. Маған қызық болып тұрғаны, бұл генералды бір күннің ішінде 10 жылға қалайша соттай салды. Суд приговорил
Кудебаева Серика Мурзакуловича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 362, пунктом 1, часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему наказание по части 4 статьи 362 Уголовного кодекса Республики Казахстан 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 10 лет. Әрине Күдебаев соңғы сөзін айтып, ақталды. Айттым ғой, рахмет. Я не виновен. Свой народ не стрелял. Женщин, детей, пыток не было. Потерпевший отрицает. У меня все. Рахмет. Байқаймын әлеуметтік желілерде генерал Серікті кінәсіз деп дабыл қағып жатқандар көп екен. Бірақ мұқият қарасаңыздар, мен халқыма оқ атпадым деген сылтау сотталып жатқан полицейлердің фишкасына айналды. Бұл жердегі мақсат сол баяғы аңқау қазағымның көңілін босатып, аяныш сезімін тудыру ғой. Серік Күдебаев кінәлі және жазалану керек. Жаныма бататыны бұл да Мәсімов сияқты қаңтар құпиясын өзімен бірге түрменің ар жағына алып кетті. Соттауға асыққандары да бекерден емес қой. Бірақ есте болсын, көпелік қылмысын қашанға дейін жасырады. Ертеме кешпе ақиқаттың түбі ашылады. Қазақта сөз бар ғой, өтіріктің құйрығы бір тұтам. Бүгін айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Қасқыр екенімізді ұмытпайықшы.